қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын мастика дайындаймыз. Кондитерлерге нағыз қажет нәрсе болып есептеледі. Осылай жазу жазып торттардың бетіне қойсаңыз болады, немесе торттардың сыртын толық қаптауға, әртүрлі фигуралар жасап оформление жасауға қолданады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бізге қажет заттар қант ұнтағы, бал, су, желатин. Бірінші желатинімізға салқын су құйып қоямыз. Желатиннің сумен бірігіп ісінуі қажет. Мінекей желатиніміз осындай болып көтеріледі, дайын болды. Бал мен желатинімізді ертіп аламыз. Ол үшін кішірек ыдыс алып, ыдысымызға желатинді және балды саламыз. Алдын ала кастрюльге су қайнатып қоямыз. Су моншасында ертетін боламыз. Міндетті түрде су моншасында ерту қажет. Кастрюльді отқа қойып ертпеңіздер, өйткені желатин өзінің қатыру қасиетін жоғалтып алады. Мінекей мен суым қайнап тұр, үстінен жаңағы балымыз бен желатинімізді қойып араластырып ертіп аламыз. Отымыздың асты баяу болған дұрыс болады. Ергеннен бірден аламыз, ұзақ ұстап тұрудың қажеті жоқ. Міне осындай болып еруі қажет. Желатиннің комоктары кетіп, іртіктері бәрі кетіп, біркелкі болуы керек. Үлкенде ыдыс алып қант ұнтағын саламыз. Үстінен ерітіліп дайын тұрған балымыз мен желатинімізді құямыз. Бастапқы кезде венчикпен араластырамыз, өйткені біздің желатиніміз, балымыз ыстықтау болып тұр. Артынан қолмен илейтін боламыз. Мастиканы илеу барысында жұмсақтау болып езіліп тұрса, аздап қант ұнтағын салып жіберуге болады. Бірақ көп салмаңыздар, өйткені мастикаларыңыз кейіндеу қатып кетеді де қолдануға жарамай қалады. Осында кішкене жұмсақтау болса болады. Енді дастарханымызға кішкене крахмал сеуіп, мастикамызды қолмен жақсылап илейтін боламыз. Осылай крахмал сеуіп илеген кезде кішкене мастикамыз қатаяды. Қатты қатайтамыз деп, крахмалды да көп сеуіп жібермеңіздер, кішкене ғана сеуіп, осылай айналдыра илеп шықсаңыздар болады. Өйткені біз бұны қазір салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Құрамында желатин болғандықтан біртіндеп қататын болады. Пищевой пленкаға немесе салафанға салып, тоңазытқышқа бір 30 минутқа немесе 1 сағаттай қойып қоямыз. Мінекей мастикамыз дайын болды. Сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Мінекей тығыз болып шыққан, қатты болып. Ендігі уақытта мешочка немесе пищевой пленкамен орап, осындай бөлме температурасында сақтайтын боламыз. Ішіне ешқандай ауа кірмеуі қажет. Егер ауа кірген жағдайда кеуіп қалады, одан кейін қолдануға жарамайтын болады. Сол себепті мықтап байлап орап тастаңыздар. Мастикамен жұмыс жасау барысында бірінші осылай қолмен қысып, иілеп, жұмсартып алу қажет. Одан кейін крахмалды қолдана отырып, әртүрлі фигуралар жасауға болады, немесе жаңағындай жайып, жазуға болады. Мінекей мен жайып жатырмын, осындай біркелкі болып, әдемі болып шықты. Жан-жағын түзу қылып кесіп аламын. Енді жазу жазатын боламыз. Кондитерлік магазиндерде осындай пищевой фломастерлар болады. болады. Осындаймен жазуға болады.
Достар, бүгін сіздермен осылай мастика жасаудың құпиясымен бөлістім. Видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.